бірі бөлім. Ұнап жатырса қолдай отырыңыздар. Балам, сөйлесіп жүрген адамың болса, әкелсеңші, қартайғанда қызық көрейін да, деді Сәуле апа шайын сораптап отырған баласына қарап. Жасың болса, 30-дан асты ғой, 40-қа дейін жүріп алмай, тездетсеңші. Мені қашанға дейін жүріп дейсің. Әкең болса ерте кетті, сенің тәй басқаныңды да көрмей. Ағаларың қаладан келгілері жоқ. Қаланың қыздарын алып, ауылынан безінгендей. Анасы сампылдап сөйлеп орнынан тұрды. Кәрілік алып бара жатырған ештеңесі жоқ, бірақ соңғы уақытта үйлен деуі көбейді. Ауылда жүріп мал бағудан әрі аспаған мұны қыздар менсіне қоймас. Әрі қыстағы аяз бен жаздың ысынан бет аузы жарылып жүретін бұған келіп жабыса қоятын жан жоқ сияқты. Өзі де сабылып іздеуге еш құмартпады. Той домалақта кезіккен қыздар амандықтан соң сөйлесуден қашады. Біраздан бері бір ермек тапты. Оны да бір құрдасы айтқан. Әйтпесе кешкісін жатып алып ютубтан кино көретін бұл ондай таныстық сайтының барын қайдан білсін. Сол таныстық сайтынан бір қызбен танысқан. Түрі сұлу болмаса да өзіне жар болуға лайық сияқты. Тамырын басып көрсе қайтер екен. Кеті әрі болмаса, неге анасының қолын жылы суға салмасқа? Тағы бір инста туынды. Әңгіме оқи отырыңыздар. Жалғасы комментарий, телефонын алып WhatsApp-ын ашып, таныс нөмерге сөйлесе аламыз ба деп жазған. Қыз осындай талап қойған. Осылай WhatsApp-ма жазып жіберіңіз. Жұмыстан қолым босаған соң өзім хабарласам деп. Таң жазсын, түс жазсын. Міндетті түрде кешкі 11-ден соң хабарласатын. Оған мән беріп те жатпады. Қыз хабарласқан соң жаймен өз ойын жеткізді. Әуелгіде ар жақтан дыбыс болмай қалды. Сосын жаймен сыңғырлап осылайда сөз салама екен. Әдемі құшақ гүлмен саусағыма салатын сақинаңызды алып келіп ұсыныс білдірмедіңіз бе? Әлде мені ондайға лайық көрмейсіз бе, деді. Жазира жан, мен олай жасау үшін екеуміз кездесуіміз керек. Ал сен болсаң кездесуден қашасың. Ал айтшы, қашан кездесеміз? Менің ұсынысыма қарсы емес сияқтысың ғой. Келсең ертең-ақ қалаға жетейін деп жауап қатты Алмат қыздың қылықты сөзіне. Жақсы, онда жексенбі күні сағат 11-де қаладағы кездесу кафесінен күтемін. Гүліңіз бен сақинаңызды ала келетін шығарсыз деп сыңғырлады Жазирасы. Таңертеңгі шайда анасына, апау, үйлен деп қоймаушы едіңіз, оның да уақыты болған сияқты, деді. Алдау, не дейді, жақсы жаңалық қой. Әй, тұра тұр, сенің қызың бар ма еді, өзі? Үйден шықпайтын үй күшіксің, қызды қайдан таптың деп анасының даусы өзгеріп салды. Туу, апа, өзіңіз үйлен дейсіз, үйленем десем үрейленесіз, сонда не істейін, айтыңызшы деп ақталды Алмат. Қарағым-ай, қайдан білейін, сөйлесіп жүрген қызың жоқ сияқты, кешкісін үйден шықпайсың, телміргенің әнеуір пәле. Қызды қайдан тапты деп жатқаным ғой. Дұрыс адам ба өзі, осы ауылдан болғаны жақсы. Таныс біліс болғанға не жетсін. Салтантайыма хабарласайын, ол да бір ауылда жігіт құрғандай көрші ауылға тайып тұрғаны. Сол қызым келіп дайындамаса, аға жеңгелерің дайынға келетін шығар. Қашанға деп жатырсың, бәріне хабарлайық, ақ түйенің қарны жарылған күн болды ғой. Жақсы жаңалық естіп бір марқайып қалғаным. Кім болса да дені дұрыс адам болса болғаны. Осы үйдің түтінін түзу шығарып отырса, маған сол жарайды деп анасы соңғы жағында бір кемсеңдеп алды. Әлгі телефоныңнан Салтаныма звондап берші, хабар айтып қуантайын. Келісілген күні Алмат жуынып шайынып, дұрыс киімін киіп, машинасы бар құрдасымен келісіп, қалаға жолға шықты. Үй іші әбігерленіп жатқан келін келеді деп. Әсіресе анасының даусы жарқын-жарқын шығады. Қолына гүлін алып, қалтасына сақинасын салып, кафеге жеткенде сағат 11-ге таяп қалды. Ішіне кіргенде алыстау столда бір қыздың отырғанын байқады. Суреттегі жанды бірден таныды. Қасына жақындап, Жазира, сенсің бе, Алматпын ғой деп гүлін ұсынды. О, гүліңіз әдемі екен, сақинам ше, деді Алматтың гүлін алып жатып. Көп сөзге жоқ Алмат мынадайды күтпей сасқалақтап қалды. Бірден қалтасындағы сақинасында ұстата салды. Таза алтын ба, әдемі екен, киіп көрейінші, деді сақинаны қолын алып жатып. Сонымен өзіңіз жайлы бәрін айттыңыз, мен жайлы ештеңе сұрамайсыз ба? Сұрамасаңыз сұрамай ақ қойыңыз. Менің ешкімім жоқ, жетіммін. Ауылыңызға қашан жүреміз, әуелі ас ішіп алайықшы.
Әйтпесе жолдан қарным ашып келді деп даяшыны шақырды. Жазираны осыншама тез көнет деп ойламаса да, шаруасының тезірек біткеніне қуанған Алмат. Қалағаныңа тапсырыс бер, саған ұнаса болды деді. Бұлар асықпай тамақтанып кафеден шықса, жолдас баласы күтіп тұр екен. Көлікке отырып ауыл қайдасың деп тартып отырды. Жалғасын комментарийден оқи аласыздар. Ауылға жеткенде кеш болып қалды. Үй жанына жетіп көліктен түскенде шуылдасып бір топ жеңгелері жетті. Жазираның бетін жауып қолтықтап ала жөнелді. Үйге кіргізіп, шымылдық артына өткізді. Бұл келгенше бәрін дайындап қойған сыңайлы. Ауылдың үлкендері де жиналыпты. Қаладан ағалары да жетіпті. Келіп бауырларын құттықтап жатыр, үндемей жүріп, бәріне қайдан үлгергенсің, жарайсың деп қалжыңдап қояды. Көрші ауылға тұрмысқа шыққан Салтанат деген жалғыз әпкесі бар еді. Неше күннен ерте келіп, бәрін дайындап қапылып жүрген сол еді. Келе бауырын құшағына қысты. Апам, бір демалатын болды-ау деп қояды. Салтанаттың тұрмысқа шықпаған қайын сіңлісі болатын. Басқа бір ауылда мектепте мұғалім болып жасайтын. Тойға ол да жетіпті. Құда бала, бұның не, құдашаңды далада қалдырдың ғой, өзіңнен дәмеленіп жүрсем деп әзілдеп қояды. Өзі әзілге жақындау адам еді. Алмат үндемеді. Әпкесі болса, ерке қызау, ондай ойың болса, ерте айтпайсың ба, өзім әкеліп кіргізіп кетер едім ғой деп жағаласып жатыр. Қайда сұлу келіншегің, көрелікте көрімдігін берелік, ішке беттеді. Алматтың ойында ештеңе жоқ, құрдастарымен дастархан басында отырған, кешкілік болғасын, беташарды ертеңге қалдырған, қонақасы ретінде дастархан жайылған болатын. Бір мезетте түрі бұзылып Салтанат әпкесі жетті. Қасында құдаша қыз бар. Ымдап Алматты шақырды. Орнынан көтеріліп келе жатқан Алматты қолынан жұлқып, жетектеп ала жөнелді. Үйдің тасасына әкеліп, қарағым, мына қызды танитын бай едің, әкелгенің қыз емес, келіншек дейді ғой. Тіпті байымен 4 баласы бар көрінеді деді аптығып. 5 бөлім. Алмат ештеңені түсінер емес, апасының өрт сөндіргендей түріне қарап тұрып қалды. Әй, саған айтып тұрмын, меңіреу адамдай неғып тұрсың? Мынаны қайдан әкелдің деймін саған. Мына ерке қыз айтып тұр ғой, сол ауылдың келіншегі екен, 5-ке танимын деп. Кімді әкелгенсің? Ойбай, апам естісе ауырып қалатын болды ғой. Адам деген әуелі бәрін сұрап алмай ма? Не істеп тұрсың енді? Бар, шақырып кел, анауыңды деп бажылдады. Жеңеше ақырын, барлығы қарап тұр, айғайға баспай ақылмен шешкен дұрыс болар. Алмат, сен оңбай алдана жаздадың. Мына келіншекмен жұмыс жасайтын ауылдың адамы. Күйеуімен 4 баласы бар. Басында 1-2 айға жоғалып кетіп жүрді. Сосын артынан өзі келетін. Сөйтсек, сен сияқты аңқау жігіттермен телефон арқылы танысып, тойдан соң, сол үйдің бар жиғанын, алтындарын алып тайып тұрады екен. Тапқанымен қалада қыдырып, жұмсап, байлығы таусылған соң күйеуіне қайтып келеді екен. Күйеуі бір сормаңдай малдың соңында жүрген. Балаларын қыздың шешесі бағып отыр деп естігем. Қателесіп тұрмасам, мынау нақ соның өзі. Аманшылығында қай жерден әкелдің, сол жерге апарып таста. Артынан елге күлкі боларсың деді құдашасы. Қой, олай болуы мүмкін емес, маған жетіммін, қалада кафеде жұмыс жасаймын деді ғой деп ақталып жатыр Алмат. Өй, сен мыңқылдап не бітірер едің, жүр, ерке қыз, өзіміз барып сөйлесейік, рас болса, қазір-ақ көлік жалдап, қалаға айдап жіберемін деп әпкесі үйге беттеді. Алмат не істерін білмей, әпкесінің соңынан ілесті. Қалай болғаны, осы уақытқа дейін айтқандары өтірік болғаны ма, мүмкін емес. Өзімнің де сенгіштігім-ай, ел жұрт не дейді, апам қиналып қалатын болды ғой деген ойлар санасына жарқ ете қалды. Ішке кіріп Жазирамен сөйлескенде, ол еш нәрсені мойындамады. Құдашасы күйеуімен балаларының атын айтқанда дыбыссыз қалды. Сықылықтап отырған жерінен көкпеттеніп атып тұрды. Менің жазығым жоқ, мына жігіт мені алып келген, күйеуің бар екеніне қарамаймын, ажырастырып аламын, балаларыңды да бағамын дегесін еріп келдім. Зорлықпен алып келді. Полицияға арыз жазамын деп долданды. Жалғасы комментарийде. Сонымен не керек айқай болды, шу болды, елдің бәрі құлағын түрісіп, бетін шымшыды. Анасы жүрегін ұстап отырып қалды. Жергілікті медбике келіп, уколын салып, қасында отырды. Жабылып жүріп қолына ақша беріп, Жазираны көлікке мінгізіп жіберді.
Осындай айлалы келіннен құтқарғаныңа Аллаға мың да бір шүкір деп Алматтың туыстары қалды. Бұл оқиғадағы салтанаттың кейіпкері жақын құрбымның танысы болып келеді. Осы жағдай жазды күні орын алған болатын. Естіп алып ойыма түйіп жүредім, әңгіме етіп жазуға болады екен деп. Қызықтау мақсатында емес, осындай айлалы жандардан сақтандыру үшін. Кейіпкердің рұқсатын алу қиын болмады, тек аты жөндерін өзгертуімді сұрады. Әрине ол тілегі орындалды. Соңы.